Ассалаумалейкум, қазақ елі. Міне Қуат бауырымыздың сотына келіп отырмыз. Естеріңізде болса, Қуат бауырымыз жақында ғана арзан супермаркетін қазақ тіліне байланысты заңнаманы бұзған үшін сотқа берген болатын. Бүгін екінші отырысы болып отыр. Үшінші отырыс, иә? Мен де сол Астанадан келіп, қолдау көрсетіп, қатысып отырмын. Bir ауыз сөзіңді айтсаң, Қуат, процесс турасында. Процесс туралы бірінші Ағаларымыз келіп отыр, солардан да бір пікірін сұраймыз қазір. Иә. Үшінші сот негізі супермаркет өкілі мойындап отыр. Иә, бірақ далбас әңгімелерді айтады, латыншаға көшу керек, ондай заң жоқ. Сонда латынға көшпей жатып тек қана ресей тілінде жазады, бірақ мемлекеттік қазақ тілде жазбайды. Сон күтіп отыр. 5 жылдан кейін ол заң, мүмкін ол заң толық латын алфавитіне өткеннен кейін заңға бағынамыз деп отырмыз. Иә. Қызық. Нақты мемлекеттік тілде Заңда солай жоқ қой. Ондай жоқ. Заңда конституция бар ғой. Бұлар конституцияны орындамаймыз, ұрмаймыз деген сөз ғой. Иә. Сол міндетті түрде қазақ тіліндегі нұсқасын жазасың деген өте түсінікті, анық сөз ғана бар, иә? Иә. Қазақшасын жазасың, сосын оның орны бар. Не үстіңгі жағына жазасың, не сол жағына жазасың деген анық көрсетілгенде, бұл алфавитке, әліпбиге ешқандай қатысы жоқ екенін түсіндіру керек деп ойлаймын. Ағамыз келіп отыр, Дос аға, сіз де осы Қуаттың сотына қатысып қолдау көрсетіп отырсыз. Осы процесс туралы бір ауыз сөзіңізді айтсаңыз сізде. Мен тек қана қолдау көрсету емес, менің ойым дәл осындай қазақ тіліне байланысты сотқа беру процесі бүкіл халықтық акцияға айналса екен деген ой бар. Сондықтан мен мына жерде тәжірибе бөлісу керек. Себебі одан кейін барып мен де тағы басқалар да сотқа беруге дайындалып жатырмыз. Сондықтан осының қалай өтетіні маған бірінші сабақ сияқты да, қалай өтіп жатыр, қалай жауап береді, қалай жеңіп шыға аламыз деген. 10 мыңдаған адам сотқа беру басталған уақытта ғана бұлар екі аяғы бір етікке тығыла ма деп ойлап отырмын да. Сондықтан біз заңдық жолмен осындай әркімнің өзінің мемлекеттік тілді қалай қорғай білуін біз көрсетуіміз керек Қуат арқылы. Өте дұрыс айтасыз. Енді сосын халық бір нәрсені білу керек та, осы жанжал шығару деген сөз емес, бұл жанжал шығару бұл өзінің заңын қорғау, заңнамада көзделген құқықтарды, тіпті мемлекеттің мүддесін қорғау деген сөз. Негізі әрбір азаматтың парызы деп ойлаймын жасау, иә. Енді бұл бір соттасу, бір жанжал шығару, шу шығару емес, бұл жерде ешкімнің мақсаты. Біздің Ер Астана процесінде де солай емес еді. Қуатты біз танимыз, білеміз, ағамызды білеміз, Дос ағамызды. Тек қана заңда не деп жазылған болса, оны орындау керек болды. Иә. Басқа ешкімнің артық бір нәрсе сұрап жатқан түрі жоқ. Рахмет, қолдау. Сіз де берем, мен де берем дейсіз ба? Мен де соған дайындалып жатырмын да, жалғыз мен емес, басқа да жаңағы адамдарға дайындалып жатқандар көп. Азамат ретінде әрбір адам берсе болады, иә? Бір акцияға бір апайымыз қатысып отыр. Саламатсыз. Енді сіз өзіңізді таныстырып өтіңіз. менің есімім Гүлжахан Қарауылова, Алматы қаласынан болам. Ұлт жанашырлар деген топ бар, WhatsApp чаттарда. Осы қазақтың көптеген осындай мәселелерін көтеріп жүрміз. Бұл жерде біз Қуат Ахметовті қазақ тілге байланысты қолдап келіп отырмыз. Енді қолдағанда өткен отырысқа да келдіңіз, иә? Келдім, алдыңғысында да келдік. Енді бүгін нақты жауап аламыз деп ойлаймын. Енді Құдай қаласа. Құдай қаласа. Сізген танысқаныма рахмет. Қуаныштымын. Көп тақырыптарды көтеріп жүрсіз. Сол үшін сіздер де жігіттер біздің арамызда көп болсын. Сіздей бұл енді халықтың, жастардың әпкесі болып жүрсіз ғой. Иә. Сізден үлгі алу керек деп ойлаймын. Алуымыз керек, иә. Тәрбиелеуіміз керек. Көру керек те, бұл осы апайының жұмысы жоқ па, ол да жұмысын тастап, бір шаруаларын тастап, келіп сол Қуат Ахметовке қолдау көрсетіп отыр. Өйткені жаңа ғана Дос ағамыз айтып өткендей, бұл негізі әрбір азаматтың парызы және құқығы. Әркімнің осында заң бұзушылықты елге көрсетіп, мемлекеттің мүдделерін қорғауға құқы бар. Соны естен шығармау керек. Оны жай ғана бір соттасу, дауласу деп ешкім түсінбеу керек. Сосын енді кейбір адамдар қорқып жатқан шығар да, ойбай сот деген бұлар енді тағы не істеп жатыр деп.
енді бұл сот деген Қазақстан мемлекетінің соты ғой. Иә. Әр қазақ өзіміздің тіліміз үшін біз күресе білуіміз керек. Бір сыныптасыңыз бұзықтық жасаса естеріңізде ме бұл мектепте? Сіз кімге айтушы едік? Барып сол мұғалімге айтушы едік, дұрыс па? Мұғаліммен шешетінбіз бәрін. Иә, ол мұғалім осы жерде сол мемлекет, ол мемлекеттің өкілі ретінде сот. Сол тентек бір баланың жасап жатқаны, сол арзан супермаркетінен бұл бала не сұрап жатыр? Тек қана қазақ тіліндегі нұсқасында жазасыңдар дейді. Болды. Мемлекеттік тіл бірінші орында тұру керек қой. тентек Магазин бұзықтық болсын, қой бұл қандай енді. жерде болса да, бірінші біздің мемлекеттік тіліміз тұру керек. Бірінші қазақша, содан кейін орысша жаза ма, қытайша жаза ма, басқаша жазсын. Ол қазақ тілі бірінші орында, міндетті түрде өте дұрыс. бірінші орында тұру керек. Бір ағамыз келіп отыр. Құраласыз ба? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз аға. Нұрлан Бұлыңбаев, қазақ ұлттық патриот, қазақ демократия партияның қолдаушысымын. Жанболат Мамай басқарып отырған. Не айтарлық? Мінекей бүгінгі сот. Сот деген менің жүрегіме тиіп кетті. Неге? Себебі мен қазақпын. Тұратын мемлекетім Қазақстан. Ал енді мемлекет тілін бұлар менсінбей, маған жеке намысыма тиіп отыр. Орысша айтқанда нанесли личное оскорбление мне. Сондықтан анау Назарбаев, Тоқаевтан бастап, мына біздегі мына әкімдер, қалалық аудандықтар бәрі де келіп сотқа бере алады ондай жерді. Себебі біз әрбіреуіміздің намысымызға тиіп отыр. Ондай біздің мемлекетте ондай заң бұзушылық болмау керек. Себебі заң бар. Ойбай, анау латын әрпі шыққан жоқ, бәлем бәйтін өтірік сылтаудың қажеті жоқ, бұл жерде жүрмейді ол. Бір. Екіншіден, ана арызданып отырған азаматқа неге орысша жаздың дейді. Ол біріншіден юрист емес, юриспруденцияны білмейді, әйтпесе ол қазақша жазар еді, ол екі тілдес азамат. Екіншіден, ол орысша жазған да жақсы. Біз тек қана өзіміздің мемлекет тілімізді, ана тілімізді ғана білмейміз. Басқа тілдерде де сөйлейтін мүмкіндігіміз бар. Біз басқа тілдерді сыйлауды білеміз біз. Ал неге біз өзіміздің мемлекет тілімізді неге сыйлата алмаймыз? Сондықтан бүгінгі заманда әрбіреуіміздің парызымыз, азаматтық міндетіміз әрбір адамды қай ұлттың өкілі болса да мемлекет тілін сыйлауға қажет. Рахмет. Бір жағынан ойласаңызшы, аға, мен қызықта бұл кісілер. Қазақ халқы неше түрлі ұлттарды бауырына басқан халық, иә? Әрине. Сол қиын қыстау кезінде, сол саяси басқа себептермен Қазақстанға жер аударылған ұлттарды ойласаңыз, бәрімен нанын бөлісіп, ешқайда сыймаған мына Кавказдың халқы, мына неміс халқы, поляк халқы қай жерге сыйды? Ой, кеп біздің құшағымызға сыйды. Сонда бейшара халық өмір бір жарып өмір сүрген емес. 10 шақты, 12 шақты баласы болып тұрса, үйіні жоқ дегенде 2-3 баладан енгізіп, кіргізіп, солардың бәрін асырап өз баласындай көріп жүрді. Тәубе, бүгін көбін жемісін жеп отырмыз. Солардың бәрі риза болып, елімізге, жұртымызға, тілімізге басын еп, сәлем дұрыс болып сөйтіп жүреді. Сондықтан қазақ халқы бәрін сыйлайды да, тек қана біздің сұрап отқанымыз енді басқалар да қазақ халқын сыйласыншы. Әрине, сыйласын. Бұл енді көп нәрсе. Мен сізге айтайын, мен мына шет мемлекеттерде көп болдым. Мына Шығыс Еуропаның жартысын араладым. Мына Қытай, Түркия мемлекеттерін көрдім. Енді жұмыс баптарымен бардым әрине. Бірақ солардың бәрінде мен байқаған қай жерде жүрсе де қазақ ұлты ылғи сыйлық құрметті. Оның тілі де сыйлық құрметті. Сонша құрметпен қарайды. Ал енді мына өз отанымызда кейде мен шамданамын, таңғаламын. Өткен жолы Әбділда Сәуле Әбділда қызын қарап отырып, ол арызданушы орыс тілінде жазып екен, сіз қазақша жауап бере алмасаңыз жауап бермей қойыңыз. Кейінгі қояйық, сотты аудармашы тапқанша. Аудармашының айтқан сөзімен, ана тілде, мемлекет тілде сөйлеген сөзінің эмоциясымен берілген заттар соның бәрі беріле ме? Берілмейді. Неге? Бұл мемлекетте тұрып, қандай заң болсын, қандай ол тіл біліп тұрса да, мемлекет тілінде сөйлеуге шек қоюға қандай құқы бар? Ондықтан ондай заңды дұрыс қойылмаған бүгінгі депутаттардың отырысы да қажет жоқ онда. Басқа депутаттар сайлайық, мына мемлекет тіліне, жергілікті титульдық ұлтқа дұрыс қарайтын жақсы азаматтар бізге керек. Керек жоқ, біз өмір бақи елдің бәрін сыйладық. Мына халықаралық достықтың несі лабораториясы болдық. Ал енді қашан өзіміздің қарапайым азаматтарымызбен, азаматшаларымызға, болашақтарымызға, балаларымызға, немерелерімізге қашан оң көзбен қараймыз біз? Көзімізді ашайықшы, бір жағдай жасайықшы. Өмір бақи осы қарапайым халықты алдырып келдік.
тоқтайық енді, жетеді енді. Енді қазақтарды көтеру керек. Бауырым, мен сен жеңетініне толық сенімдімін. Алла жар болсын. Мен әрқашанда сені қолдайтын боламын осыдан кейін де. Амин. Сен адал жолда жүретін, ешқандай жаманшылықты ойламайтын адам екеніңді мен сені жақыннан танығаннан кейін жақсы білемін. Сәттілік тілеймін. Амин, рахмет. Құдай сенімен бірге болсын, біз сенімен біргеміз. Алға, қазақ тілі.